Армысыздар көрермендер. Бұл әлемде бәрін табуға болады. Тек анаңды емес. Бақытгүл төркінінен ерте ұзатылған еді. Ата-анасы тұрмысқа шыққан соң қыздарының бақытты ғұмыр кешкенін қалады. Ол бір әулеттің үлкен келіні болып, қайын жұртына сіңісуге барынша тырысты. Күйеуі Ержан екеуі шағын ғана ауылда тұрып, екі баланы өсірді. Бірақ күндердің күнінде Ержан кенеттен өмірден өтті. Бұл жағдай Бақытгүлге ауыр соққы болды. Бірақ өмір өз арнасымен аға берді. Балаларын аяққа тұрғызу үшін Бақытгүл қалаға көшіп, жұмысқа орналасты. Ол үшін екі баласының болашағы маңызды еді. Әр тиынын үнемдеп, олардың жақсы білім алу үшін барын салды. Бұл кезде қайын атасы мен енесі ауылда қалды. Басында олармен жиі хабарласып тұрды. Ауылға да барып қайтып жүрді. Бірақ уақыт өте келе жұмыстың қамымен, балалардың тәрбиесімен жүріп, оларды сирек іздейтін болды. Кейін анасы Сәуле апай науқастанып, жағдайы нашарлай бастады. Күйеуі қайтыс болғаннан кейінгі жалғыз тірегі баласы Ержан болса, енді оның орнын бос қалған. Ұлының орнына келіні Бақытгүл жанашырлық танытады деп үміттенді. Бірақ келіні жұмысы көп екенін, балаларын оқытып асырау керек екенін алға тартып, ауылға сирек баратын болды. Біраз уақыттан кейін Сәуле апай мүлдем күдерін үзді. Күндердің күнінде Бақытгүл ауылға келіп, енесіне күтуші жалдап беруді ұсынды. Бірақ бұл ұсыныс Сәуле апайдың жүрегіне ауыр тиді. Ол өмір бойына осы отбасына қызмет етті, баласын өсірді, немерелерінің болашағын ойлады. Енді қартайғанда өз үйінде күтім көре алмайтынын сезді. Бұл ой оған қатты батты. Көп ұзамай Бақытгүл шешім қабылдап, енесін қарттар үйіне орналастырды. Ол жерде күтім жақсы, арнайы мамандар бар. Өз жасындағы адамдармен сөйлесіп, өмір сүргені дұрыс деп ойлады. Бірақ Сәуле апайдың жүрегі мұны көтере алмады. Ол бұл үйге көндіге алмады. Баласының келініне арқа сүйеп, немерелерін құшағына алып, солардың ортасында өмір сүргісі келген. Бірақ енді бәрі кеш еді. Күндердің бірінде Бақытгүл қарттар үйіне барып қайтуға бел буды. Бірақ енесі оны көргенде көз жасы мөлтілдеп: «Балам, мен сені ештеңе сұрамадым ғой. Тек осы шаңырақта қалуды қаладым. Мен сендерді сағынам» деді. Бұл сөздер Бақытгүлдің жүрегін шым еткізді. Ол енесін құшақтап, өз қателігін түсінді. Көз алдына марқұм күйеуі Ержан елестеді. Егер ол тірі болғанда, анасын ешқашан мұндай жағдайға жеткізбес еді. Өзінің де бір күні қартайып, осындай күйге түсуі мүмкін екенін ойлады. Бақытгүл көз жасын сүртіп, енесін үйіне қайта алып кетті. Сол күннен бастап, ол оған барынша қамқорлық жасап, өзінің ғана емес балаларының да нағыз отбасы жылуын сезіну үшін бәрін жасады. Үйге қайтып оралған соң, немерелері әжелеріне жүгіріп барып құшақтап алды. Сәуле апайдың жанары жасқа толса да, жүрегі жылылыққа бөленді. Ол өзінің туған үйінде екенін сезінді. Бақытгүл үйінің ішін реттеп, анасының жатын орнын барынша ыңғайлап етіп жасады. Енесіне арнайы күтім жасап, оның әр күнін қуанышқа толтыруға тырысты. Кешқұрым дастархан басында отбасы болып жиналды. Балалар әжелеріне мектептегі қызықтарын айтып берді. Ал Сәуле апай оларға өзінің жастық шағынан қызықты оқиғалар баяндады. Бұл сәттер отбасы үшін баға жетпес бақыт еді. Бақытгүл ішінен «Мен дұрыс шешім қабылдадым» деп ойлады. Отбасы ең қымбат қазына.
жақындарыңызды бағалаңыз, оларды жалғыз қалдырмаңыз. Бұл әлемде барлығын табуға болады, тек анаңды емес. Егер осындай әсерлі оқиғалар ұнаса, менің YouTube арнама жазылып, жаңа видеоларды тамашалауды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.